сәлем шаяндар, менің қымбат сүйікті жандарым. Бұл сіздердің мамыр айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз. Мамыр айында біз бірден толық аймен басталады. Бұл айда екі толық ай бар. 1 мамыр және 31 мамыр. Бұл сирек болатын жағдай. 1 мамырдағы толық ай сіздердің 5-ші үйіңізде өтеді. Бұл махаббат, романтика, өзіңізді жақсы көру, сезімдер, шабыт, күтпеген кездесу, алғаш көргеннен ғашық болу немесе қарым-қатынаста маңызды жаңалық болуы мүмкін. Бұл кезең сіздерді келесі деңгейге өтетін шешімге әкелуі мүмкін. Бірге тұру, ұсыныс, бала туралы жаңалық немесе керісінше қарым-қатынасты аяқтау туралы шешім. 5-ші үй таза романтика, танысу, эмоция, кейде махаббат үшбұрышында болуы мүмкін. Сонымен қатар бұл балалар, шығармашылық, хобби және өмірден ләззат алу. Сіз демалысқа баруыңыз немесе өзіңізге сыйлық жасауыңыз, жаңа хобби бастау немесе шығармашылықпен айналысуыңыз мүмкін. Көрме, жарыс, өнер немесе кез келген сізді шабыттандыратын нәрсе алдағы қатарға шығады. 4 мамырда Меркурий 11-ші үйге өтеді. Бұл достар, ортақ қоғам, байланыс, кездесулер, достармен уақыт өткізу, шақырулар, сапарлар болуы мүмкін. Бұл кезеңде топтық іс-шаралар, концерттер, семинарлар, онлайн кездесулер немесе әлеуметтік желідегі белсенділік артады. Сіз жаңа ортаға қосылып, жаңа адамдармен танысуыңыз мүмкін. 6 мамырда Плутон 8-ші үйге ретроградты қозғалысқа өтеді және 16 қазанға дейін әсер етеді. Бұл қаржы, әсіресе басқа адамдардың ақшасы, несие, салық, мұра, сақтандыру, алимент, инвестициялар болуы мүмкін. Бұл кезеңде қаржылық мәселелер баяу жүру немесе қайта қаралуы мүмкін. Қарыздарды жабу, инвестицияларды өзгерту, қаржылық келісімдерді қайта қарауда ықтимал. Ортақ бизнес немесе серіктестік қаржысы да өзгеруі мүмкін. Бұл ұзақ процесс болуы мүмкін. Нәтижесі қазан айына қарай айқындалады. Плутон 5-ші үймен де байланысты болғандықтан махаббат, балалар және қаржы тақырыптары бірігуі мүмкін. Мысалы, балаға байланысты шығындар, бірге тұру, ортақ бюджет немесе серіктестікпен бірге бизнес бастау. 16 мамырда жаңа ой, жаңа ай 11-ші үйде болады. Бұл жаңа достар, жаңа орта, жаңа идеялар. Әлеуметтік желілерде жаңа бастама, жаңа жоба немесе жаңа мақсаттар пайда болуы мүмкін. Сіз болашағыңызға қатысты жаңа жоспарлар құрасыз. 18 мамырда Меркурий 12-ші үйге өтеді. Бұл өткенге оралу, ішкі ойлар, құпиялар, бұрынғы адамдармен кездесу немесе бұрын болған жағдайлардың қайталануы мүмкін. Сондай-ақ бұл кезеңде демалыс, ретрит, емделу, тыныштық қажет болуы мүмкін. Уран 26 сәуірден бастап 12-ші үйге өтті. Бұл шекаралардың кеңеюі, бұрын мүмкін емес көрінген нәрселердің мүмкін болуы. Сіз жаңа ортаға кіруіңіз, жаңа деңгейге шығуыңыз мүмкін. 19 мамырда Марс 11-ші үйге өтеді. Бұл белсенділік, әрекет және нәтиже. Сіз еңбегіңіздің нәтижесін көре бастайсыз. Табыс, танымалдық, жаңа клиенттер немесе ұсыныстар, бұған дейінгі еңбектеріңіз енді нәтиже береді. 20 мамырда Венера сіздің белгіңізге өтеді және 14 маусымға дейін сонда болады. Бұл тартымдылық, сұлулық, махаббат, үйлесім. Сіз өзіңізді жақсы сезініп, адамдарды өзіңізге тартасыз. Сыртқы келбетіңізді жақсарту, жаңа стиль, өзіңізге күтім жасау үшін өте қолайлы уақыт. 22 мамырда күн 12-ші үйге өтеді. Бұл ішкі әлемге үңілу, құпиялардың ашылуы, жалғыздықта болу қажеттілігі. Сіз өзіңіз туралы жаңа нәрселерді түсінуіңіз мүмкін. Немесе бір құпия ашылады. 31 мамырда 2-ші толық ай 6-ші үйде болады. Бұл денсаулық, күнделікті өмір, жұмыс.
Сіз өмір салтыңызды қайта қарап өзгеріс енгізіңіз. Мүмкін өзгерісті енгізгіңіз келуі мүмкін. Тамақтану, спорт режим, жұмысқа қатысты да маңызды шешімдер болуы мүмкін. Юпитер әлі де сіздің белгіңізде. Бұл сәттілік пен мүмкіндік әкеледі. Әсіресе шілде айында туғандар немесе шаян белгісінің 18 мен 23 градуста аралығында орналасқан адамдар үшін бұл ай ерекше сәтті болуы мүмкін. Жалпы мамыр махаббат, шығармашылық, қаржы және өзін-өзі дамыту айы. Көп нәрсе айқындалып, жаңа кезең басталады. Сіздерге керемет мамыр тілеймін. Тағы да айта кететінім, алдағы уақытта бірнеше видео түсірілім болады. Бұл Венераға байланысты, Меркурийге байланысты, басқа планеталарға байланысты, және де тағы да жаңағы айыңыз, асцендентіңіз қалай әсер ететіндігі туралы айтылуы, және де егер сіз өзіңізге арнап карта аштырамын десеңіздер, маған инстаграмға жазсаңыздар болады. Сізбен бірге ақылдасып, бір өзіңізге арнап, уақытты арнап, сол уақытта карта ашып бере алатын боламын. Ол үшін алдын ала инстаграмға жазылып қойсаңыз тіптен жақсы болады. Сіздерге керемет мамыр айын тілеймін. Жақсы, сау болыңыздар.